Әз Наурыз, 22 Наурыз құтты болсын. 22 Наурызда біздің ұлттық мерекеміз, қазақтың жаңа жылы. Бұл 22 Наурыз күні күн мен түн теңеліп, Самарқанның көк тасы еріп, барлық көктер көктеп, қазақ елі үлкен тойлайтын керемет мерекелердің бірі. Осы 22 Наурыз мерекесінде қазақтың ұлттық тағамдардың барлығы жасалып тойланады. Соның бірі Наурыз көже. Наурыз көжеге дәнді дақылдар, ақтар бәрі қосып, әр аймақта әртүрлі құрамда қосып, ұлттық тағам көжені жасайды, Наурыз көжені. Оған дәнді дақылдар бидай, тары, күріш және жүгері қосып, біздің дәніміз мол болсын деген ниетпен, осы дәнді дақылдарды тоқшылық болсын деген ниетпен қосады. Және ақ мол болсын деп айран қосып, құрт қосады. Және осы тұз бар, су бар, осы құрамда Наурыз көжені жасайды. Әз Наурыз құтты болсын. Ең алдымен осы дәнді дақылдарды жуып аламыз. Бидайды жуамыз. Осылай бидайды жақсылап жуып аламыз. Енді жүгеріні тазалап жуып аламыз. Осылай тазалап жуып аламыз. Мына кешкісін мен бидайды тазалап жуып, кішкене қайнатып, 10 минуттай жайлап қайнатып, орап тастаған болатынмын жылы. Мына қазір азанда әдемі болып бұқтырылып, жарылып, көжемізге дайын болып тұр. Кешкісін осы жүгеріні тазалап жуып, кішкене мұздай су құйып, кейін соны 10 минуттай кішкене қайнатып, жайлап қайнатып, одан кейін жылығып орап тастаған болатынмын. Азанға дейін әдемі бұқтырылған. Енді жүгері кішкене бидайға қарағанда қаттылау болады. Сол үшін біраз қайнатып аламын, жүгері жұмсарғанша. Және осы жүгеріге көбірек қайнататын болғаннан кейін құйрық қосып, сүрленген құйрық қосып та қайнатып жатырмын. Міне мен күрішті де пісіріп алдым. Осыны да Наурыз көжеге қосамын. Міне тарыны да бөліп қайнатып пісіріп алдым. Бұны да Наурыз көжеге қосамын. Мінекей, біздің Наурыз көжеміз дайын болды. Енді дәміне қарай айран қосамыз. Және дәміне қарай тұзды қосамыз. Осындай дәнді дақылдардың бәрін қосып, пісіріп дайындадым. Астарыңыз дәмді болсын.